Сәлем достар. Біз өткен сабағымызда баған түрінде қосу, яғни екі таңбалы сандарды бір-біріне баған түрінде қосуды үйренген болатынбыз. Естеріңізге түсті ме? Ал енді бүгін сіздермен үш таңбалы сандарды баған түрінде қосуды үйренеміз. Дайынсыздар ма? Үш таңбалы сандарды баған түрінде қосамыз. Қане кеттік. Ол үшін біз 129 қосу 256-ны жазайық. 6-ны 9-ға қоссақ қанша? 6-ны 9-ға қоссақ 15. 5-ті жазамыз. 1-ін ойға сақтап қоямыз. 2-ні 5-ке қоссақ 7. 7-ге ойдағы бірімізді қоссақ 8. 2-ге 1-ді қоссақ 3. Міне, 129 қосу 256 тең 385 болды. Көрдіңіздер ме, балалар? Үш таңбалы сандарды баған түрінде осылай қосамыз. Қане, тағы бір есеп шығарып көрейік. 555 қосамыз 293. 3-ті 5-ке қоссақ қанша? 3-ті 5-ке қоссақ 8. 5-ті 9-ға қоссақ қанша? 14. 4-ті жазамыз, 1-ін ойға сақтап қоямыз. 5-ті 2-ге қоссақ 7, ойдағы бірімізді қоссақ 8. 848. 555 қосамыз 263. Тағы да бір есеп шығарып көрелік. 3-ке 5-ті қоссақ 8. 5-ке 6-ны қоссақ 11. 1-і ойда. 5-ке 2-ні қоссақ 7. 7-ге ойдағы 1-ді қоссақ 8. 818. Көрдіңіздер ме, балалар? Ал бұндай есептерді, баған түріндегі есептерді қалай тексеретінімізді білесіңдер ме, балалар? Қане онда тексеріп көрелік. Бірінші есебімізді тексеріп көрелікші. 385, яғни шыққан мәннен азайтамыз 256-ны. 5-тен 6-ны азайта аламыз ба? 5-тен 6-ны азайтамаймыз. Ол үшін 8-ден бір қарыз сұрап тұрамыз. 15-тен 6-ны азайтсақ қанша? 15-тен 6-ны азайтсақ 9. Бір қарызды 5-ке беріп қойдық, балалар. Бұл жерде 7 қалды. 7-ден 5-ті азайтсақ 2. 3-тен 2-ні азайтсақ 1. Көрдіңіздер ме, балалар? Міне мынау жауабымыз шықты. Яғни біздің мына есебіміз қандай екен? Дұрыс екен. Қане онда мына есебімізді тексеріп көрелік. 848 азайтамыз 293. Астын сызайық. 8-ден 3-ті алсақ 5. 4-тен 9-ды азайта алмаймыз. Сол үшін 8-ден бір қарыз аламыз. 14-тен 9-ды азайтсақ 5. 8-ден 2-ні азайта алмаймыз. Мына жерде бір қарыз беріп қойдық, 4-ке 7 қалады. 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Көрдіңіздер ме, құрметті балалар? Біздің мына есебімізде дұрыс. Ал мынау есебімізді тексеріп көрелікші. 818 азайту 263. 8-ден 3-ті азайтайық. 5. 1-ден 6-ны азайта алмаймыз. 11-ден 6-ны азайтамыз. 8-ден 1-ге бір қарыз береміз. 11-ден 6-ны азайтсақ 5. Мына жерде 1-ге қарыз беріп қойдық, балалар, қанша қалды? 7 қалды. 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Көрдіңіздер ме, балалар? Біз үш таңбалы сандарды баған түрінде қостық және оны не істедік? Тексердік. Балалар, сендердің құлақтарың алтын сырға. Қосуды тексергенде қандай таңбаны? Азайту таңбасын қолданамыз. Ал келесі сабақтарымызда азайтуды өтеміз. Азайтуды тексергенде қандай таңбаны қолдануды үйретемін. Сау болыңдар. Бүгін біз сендермен үш таңбалы сандарды баған түрінде қосуды және тексеруді үйрендік. Арнамызға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңдар.